Сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге тек пайдалы арнасы. Көптен бері мен видео салмадым. Бұл жолы мен қандай пайдалы ақпаратпен бөліседі деп ойлайсыздар? Ең алдымен арнаға тіркеліп қойыңыздар, себебі бүгін менде 1000 подписчикқа жетті. Құттықтап қойсаңыздар болады. Наконец-то. Так, дальше біз бүгін қандай пайдалы ақпаратпен бөлісеміз? Бүгін біз электронды шақырудың фото түрін жасайтын боламыз. Яғни видео түрін келесі жолы салатын боламын. Қазір біз фото түрін жасайтын боламыз. Так, маған заказ түсті. 40-нан шығарғанға видео жасап, фото жасап бер деп, ешқандай мекен-жай ештеңе керек емес деді. Жай ғана үйде болатын болғандықтан, жай ғана 40-нан шығару деп жазып беріңіз деді. Так, мен ChatGPT-ға кіремін. 40-нан шығару туралы ағылшынша қалай іздейді деп жаздым. Мына жерде қарасаңыздар, ағылшыншаның түрі бар. Кез келген қыздарға, ұлдарға деп те тексеріп алсаңыздар болады. Мына жерде мен екеуі де алынып кетті. Ничего страшного. Canva предложениесіне кіреміз. Так, поиск шаблоновқа вставить етеміз, жаңа копировать етіп алған сөзімізді. Ары қарай бізде мына осындай көп шаблондар шығады. Маған біріншісі қатты ұнап тұр, себебі мен қазір ұл балаға жасап жатырмын. Сондықтан осы цвет көк, ұл балаға ыңғайлырақ. Және өте көп астында шаблондар бар, іздеп көрсеңіздер болады. Қыздарға да бар. Мына жерде фотоның үстіндегі жазуларды бассақ, автоматом ол удалить етіледі. Қараңыздар. Мен 25 деген кез келген нәрсе ол жердегі удалить етіледі. Мына жерге мен өзімнің данныйларын жазу үшін қазір мен удалить етіп жатырғаным бар. Ал мына жердегі мына ойыншықтар, мына звезды, мына аю, мына қараңыздар. Барлығы жылжиды, барлығы. Мына жерде қандай сурет бар, сол суреттің барлығы жылжиды. Мен мынаны даже қайда қоямын білмей жатырмын. Мына бұлттарды алып тастап жатырмын, себебі қазір маған жазғанға мына жер сыймайтын сияқты как-то. Соның үшін қараңыздар, мына жерде звездочкалар тұр да. Оның орындарын ауыстырып қоя бересіз, үлкейтесіз, кішірейтесіз. Кез келген нәрсе орнынан жылжиды. Canva-ның плюсы сол. И качествосы өте күшті болып шығады. Canva-мен жасаған шақыруларыңыз. Мұны игрушкамен жоғарға қояйын дедім. Былай қарап көріп жатырмын ғой. Мен видеоны тездеткен жоқпын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Мына артындағы суретті мен қайта қойып көріп жатырмын, как-то не очень болып қалды. Лучше осы артындағы суретті де ала салайыншы деп ойлап тұрмын ша. Алып тастай салайын, мне кажется. Потому что мына жер біртүрлі болып қалды. Мен удалитті басып тастаймын да. Аюды кішкене үлкенірек етіп қоямын. Енді текстқа кіреміз. Добавитті басамыз. Осы жерге біз жазуын жазамыз. Алихан. Мен 40-нан шығару жасап жатқан баламның аты Алихан. Осы жерде вибрация беріп кетті. Мына жерге шрифтқа кіреміз ары қарай. Осы жерде өздеріңізге ұнаған кез келген шрифттарды таңдасаңыздар болады. Мен қазір үлкен буква болып кетті, походу, да? Почему-то мынандай қатты көрінбей қалды. Неге мынандай болып тұр? Қазір көреміз. Өздеріңіз қалаған кез келген түрін таңдасаңыздар болады. Мына Алихан деген жазуды үлкен жазумен жазылғаннан кейін, ана әдемі шрифт болмай тұр. Мен кіші әріппен жазайын деп тұрмын. И біз бағанағы әдемі болып тұрған шрифтті таңдаймыз. Өзіме осы ұнайды. Адамдардың атын жазғанға осы маған ұнайды. Жөндейміз. Жоғарға қарай үлкейтеміз, кішірейтеміз, қисығына қоясыздар, ортасына қоясыздар. Оны өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің қалауыңызбен. Жан-жағын жөндеп, реттеп. Мына жерде размерлерін үлкейтеміз кәдімгідей. Барлық жағынан жөндеуге болады. Мына жерге даже цветі Алихан дегеннің түсін таңдап жатырмын. Қандай түс қойсам болады. Қоңыр көрінбей қалды да. Вообще қуып кетті мынау. Так, басқа қандай түстерін қараймыз. Не очень. Сол синий қоя салам ғой деймін да. Синий қоя салайын. Осылай синий суретін қойдым. То есть цветтен қойдым. Жөндеп қоямыз. Енді келесі 40-нан шығару деген жазуын жазатын боламыз. Тоже текстін басып, добавитті басып.
қырқынан шығару деп жазамыз. Немесе жазбасаңыздар да болады. Енді сұрап жатқан адамдарыңызға байланысты. Ол кейде жаз дейді, кейде жазба дейді. Жаңа айтқандай біреулер аға, жекжат, тума, туыс деп барлығын жаз деп айтып жатады. Біреулер керек емес қысқа нұсқа қонақтар дей салыңыздар деп айтады. Мына қырқынан шығару дегенді осындай әдемі нәзік жазумен жазды. Алихан қырқынан шығару. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты кішкене үлкейтеміз. Менен қазір сұрап жатқаны жай ғана үйде беретін болғандықтан келіңіздер, барлығы біледі, что үйімізді біледі, қай күні болатынын біледі. Ну, на всякий өзіміз үшін для себя осылай шақыру жасап қояйық деп маған заказ берген болатын. Мына жерге ары қарай өздеріңіздің жаңағы нелеріңіз, ағайын, жекжат, тума, туыс деген жаза берсеңіздер болады. Немесе мен жаңағы кешірім сұраймын, пациент деппін ғой. Өзім медик болғаннан кейін пациент деп айтып кеттім ғой. Заказ беруші адам, қонақтар деп жазыңыздар деді, керек емес басқа ештеңе деп. Сіздерді ұлдарымыз Алиханның, да? Алханның болып кетті ма? Не болып кетті? Мен ешқандай ештеңе видеоны тағы да айтайын, тездетіп жатқан жоқпын. Алиханның қырқынан шығару рәсіміне шақырамыз. Дәл бағанағыдай осы жерден шрифтті таңдап аласыздар, өздеріңізге ұнаған. Бағанағы менің бір айтатыным қазақша жазылған және у буквалары мына әдемі шрифттарды менде жасамайды. Мүмкін айфондарда жасайтын шығар, менің телефонымда жасамайды. Не знаю, неге екен. Қараңыздар, құрметті дегенде қ мен о басқа буквамен жазылған. Қазір көреміз. Ой, но кішкентай болып қалды. Так, қандай? Так, бас жағына көшіп анық бір көрінетінін оқығанда чтобы түсінетін. Себебі көп адам айтады, үлкен етіп жазып беріңіздерші, бізде үлкен адамдар көреді, үлкен адамдар түсінбей қалады деп жатады. Сондықтан кішкене үлкенірек етіп, анық көрінетін түрін таңдаған дұрыс. Мынау нежный болды да. Маған осы ұнады. Нежный болып тұр. Араларын кішкене былай-былай етіп жүрсек, шрифттарымызды үлкейтуге болады. Құрметті қонақтар, сіздерді ұлдарымыз Алиханның қырқынан шығару рәсіміне шақырамыз. Мына жерде жиектегі жұлдыздар тоже мешать ететін сияқты. Шет жаққа қарай жөндеп қойып жатырмын. Ой, бұл артқа мына жоғарыдағы стрелкамен қайтарып жөндеп алуларыңызға болады. Кез келген жерлеріне осылай әдемі қоюларыңызға болады. Қараңыздаршы, әдемі болды да. Ой, сіздерді кішкене былай жөндейміз. Цвет түс таңдаймыз, қоңыр түсті таңдадым, себебі қоңыр мен көк қана болғандықтан. Так, енді добавить тексті басы болатын күнін жазамыз, и сағатын жазсақ болады. Енді сіздер өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша, немесе өздеріңіздің тойларыңызға жасайтын болсаңыз, өздеріңіздің тойларыңыздың болатын күндерін толтырып қойсаңыздар болады. Мына жерге әдемілеп қойып қояйық. Бұның тоже шрифттан ауыстыруға болады. Өте әдемі шрифттар болады. Қазір мен жөндеп қойып алайын. Шрифт қайда кетті? Мынақта екен ғой. Мынаны қоя салайық. Вау. Әдемі болды да. Осы, мне кажется, әдемі сияқты. Түсін ауыстырдым тоже. Одан кейін біз енді сағатын жазамыз. Сағаты 13:00-ге деп еді. 13:00 деп айтқандай еді. Күндіз болады ғой деп. Осылай тоже шрифтін ауыстырамыз. Астына қойып,
кішкене более үлкен кіші. 13:00-ге. Так, мына жерге мен так, мына астына қарасаңыздар, еще қазір цветін ауыстырдық қой. Элементы деген жерді бассаңыз, сіздерге кез келген осындай смайликтар, суреттер, кез келген, мен мысалы қазір сағат қояйын деп жатырмын да. Түрлі графика, түрлі нәрселерді, осындай картинкаларды алсаңыздар болады. Мен қазір сағаттың суретін қояйын деп жатырмын ғой, ана жерге сағаты дегенді жазбай ақ қояйын, лучше осылай сағат. Вот көк светінен алайын, себебі ана жерде көк түс болғандықтан. Міне сағаты дегенді типа 13:00 деген сияқты қылып қойып жатырмын. Қазір кішкене үркетейік. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, өте жеңіл. Барлық нәрсе удалить етіледі, барлық нәрсе қойылады. И качествосы өте күшті болып шығады. Тып тынық болып шығады. Кей нелерде ондай тынық болмайды. Қарасаңыздар, астыларына вот той иелері, мекен жайымыз деген нәрсенің бәрін толтырсаңыздар болады. Мен той иелерін жазайын десем, жоқ, керек емес, ата енемен тұрам, ата енемде ренжіп қалады деді. Соның үшін жаздырмаңдар. И ары қарай сохранитті басамыз, жоғарыдағы скачать. Скачать етіп аламыз. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы міндетті түрде мен видео шақыру жасап көрсететін боламын. Осы жерден сақтап алу үшін мен өзіме отправить етемін WhatsApp-қа. Қазір ашып қараймыз. Қараңыздар, тып-тынық, качествосы өте анық, керемет көрінеді. Так, ары қарай мен сіздерге ойлап тұрмын, может, қазір 40-нан шығаруды ғана түсініп тұрсыздар ғой. Мысалы, сіздер үйлену тойға жасағыларыңыз келсе, тоже ChatGPT-ға кіреміз, үйлену тойға шақыруды ағылшынша қалай іздейміз. Енді мен сіздерге тек бір 40-нан шығарғанды түсініп қана қоймай, осылай ұзатуға жасатсаңыздар болады. Мен қазір енді, например, пример ретінде сіздерге үйлену тойда бір көрсетейін деп жатырмын. Мына жерде кез келген таңдап алсаңыздар болады. Так, мына жерге қарасаңыздар, міне. Заманауи, классика, әдемі, гүлді стиль, түрлі-түрлісі бар. Заманауи дегенді ала салайын. Canva-ға кіреміз тоже. Ой. Осы жерде шаблон, ой. Ошибка болып қалды да. Қайтадан кіреміз. Осы жерде пуск шаблоновқа жаңағы копировать етіп алғанымызды ставить етеміз. Өздеріңіз тойларға жасасаңыздар болады, және табыс табуға болады ең бастысы. Мына қараңыздар, күшті түрлі, мына қызыл түс вообще демеген. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, кез келгені бойынша, осылай осы жерден өздеріңізге ұнағандарын жасап алуға болады. Мен қайсысын алайын, примерно, қайсысын алсам екен, да? Отына қол ұстасып тұрғанда ала салайын. Себебі оны не үшін алдым? Артқы фондағы қолдарды да удалить етуге болады. Қарасаңыздар, міне барлығын мен басып көріп жатырмын. Жазуларды өшіреміз. Жазуларды үстін кез келгенін бассақ, автоматом удалить етіледі. Даже мына екі линия сызықтар тұр ғой, бәрі удалить етіледі. Вот мен экранды бастым, артындағы фондағы сурет удалить етіліп кетті да. Галереяға, ой, бұл мен жаңа группадан келген аяқ киімдер шықты. Кешірім сұраймын, ол үшін мен қандай бір любой кез келген фотоны тауа салайыншы десем, немене болып кетті мынау. Мына бір iPhone, ой, жоқ. Лучше басқасын көрейінші. Лучше кез келген басқасын қарайын қазір. Загрузить файлдың ішінен ала салайын. Мен, яғни Canva-ның ішіне өзім сақтап алған фотоларым бар бір-екі. Сол фотоларды алсам да болады. Мына қызды алайын да. Бұны ұзатуға қойсаңыздар болады, үйленуге қойсаңыздар болады. Ой, артығымен шығып кетті да. Мына фотоны алып,
қыз ұзату деп бетіне әдемі фондарды қойып әдемі етіп жасауларыңызға болады. Осымен менің видеом аяқталып қалды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап алыңыздар. Егер тойға жасаңыздар, бақытты болсын, қай жұптарымыз болсын, үлкен кісілер болса 100 жасасын. Және арнаға тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап қайтатын боламын. Және келесі жолы біз видео шақыру жасайтын боламыз. Ендеше, всем пока!